Бәріңізге ассалаумағалейкум. Ресей президенті Владимир Путин Украинаның Мариуполь қаласындағы өндірістік кешенді бомбалауға бұйрық берді. Ол бұл туралы осы елдің қорғаныс министрі Сергей Шойгумен кездесуінде мәлімдеді. Қорғаныс министрі болса аталған Азовстал зауытында 2000-нан астам атқыш ұшақтың жасырылғанын жеткізді. Ресей президенті Владимир Путин өндірістік аумақты бомбалау ұсынысын орынсыз деп есептеймін. Бұл шабуылды тоқтатуды бұйырамын. Біз бұл жағдайда және әрқашанда сарбаздарымыз бен офицерлеріміздің өмірі мен денсаулығын сақтау жағын бірінші кезекте ойлануымыз керек. Бұл үңгірге кірудің қажеті жоқ. Бірақ аталған өндірістік кешенді қоршап, шыбында өте алмайтындай қылу керек. Осыған дейін қаруын тастамағандарға берілуді тағы да ұсыныңыздар. Ресей тарапы олардың өмірін сақтауға тиісті. Халықаралық құқықтық актілерге сәйкес жақсы қарауға және жарақат алғандарды білікті медициналық көмек көрсетуге кепілдік береді.